Сәлем достар, баршаларыңызға. Бүгін сіздерге рекасса кассовый аппаратты базадан снять ететін боламыз. Яғни біз ИП жауып жатқан кезде осындай кассаларыңыз қосулы болатын болса, ең алдымен осы кассаларыңызды снять етіп аласыздар. ОФО-ды Транстелеком рекассасын снять етіп аласыздар. Қандай касса тіркелгенін кабинет налогоплательщикадан регистрационный данныдан көріп алсаңыздар болады. Касса бар ма, жоқ па? Бұны ИП жабатын кезде керек болады. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Ең алдымен сіздер Google-ға ofod1kz деп жазып аласыздар. Одан кейін индеріңіз бен парольдарыңыз жазып кірсеңіздер де болады, немесе ЭЦП ключтарыңызбен кірсеңіздер де болады. Ең оңайы ЭЦП ключпен кіру. Осы жерде міне входтың астына ЭЦП дегенді басасыздар. Сосын сіздерге басты бетке кіргізіп беретін болады. Бізде ол жерде басты бетте сіздердің даныларыңыз барлығы шығып тұрады. Егер де парольдарыңызды ұмытып қалсаңыздар, ЭЦП ключ жоқ болған жағдайда забыла пароль деп кірсеңіздер болады. Міне осылай профильдеріңіз шығады. Міне осы жерде касса дегенді таңдайсыздар. Міне үшінші тұрған, соны басасыздар. Одан кейін сіздерге шығарып береді. Зарегистрированный в КГД деген шығып тұрады. Соған кіресіздер. Міне кіріп жатыр. Бұл жерде загрузка болып жатыр. Одан кейін осы жердегі управление деген жердегі смотреть дегенді басасыздар. Бұл жерде снятие учета в КГД деп красный жазумен тұрғанды басасыздар. Сосын сіздерді келесі қадамға өткізеді. Ол келесі қадамда бізде причинасын таңдайтын боламыз. Ол жерде сіздерге қажет, тағы да ЭЦБ қажет болады. Енді біз снять етуге заявка жібереміз ғой, сол кезде причина снятия с учета деген жерге ине случай дегенді таңдайсыздар, екінші тұрғанды. Одан кейін төменге қарай жүріп, төменге қарай басып, подписаться деп ЭЦП ключтарыңызбен қол қоясыздар. Подписаться етіліп болғаннан кейін отправить на снятие деген жерге барасыздар. Снять етуге отправка жасайсыздар осылай. Осы жерде сіздердің заявка жібергендеріңіз көрініп тұрады. Жоғарыда тұрған обновить деп обновить етесіздер, бұл обработкеде тұр. Принято болу үшін обновить етіп көресіздер. Касса 3 күнде снять етіледі. 3 жұмыс күнде снять етіледі. Сосын барып сіздер ИПларыңызды жаба беруіңіздер болады. Міне осылай обновить еткен кезде отправлено болып тұрады. Касса снять етілген кезде осы жердегі статус запроса деген жерге снять деп тұрады. Снятие учета деп тұрады.